Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сатбек қызы. Бүгінгі видеода шоколадты пончиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте керемет, жұмсақ, сондай дәмді болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де колокольчикті басып қойыңыздар, менің видеомды алғаш болып көру үшін. Жылы сүтімізді табағымызға құямыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Үстіне шекерімізді саламыз, жақсылап араластырамыз, және де жұмыртқамызды саламыз. Мен бұл ыдысқа тұз, дрожж және де ванилин салып алдым. Солардың барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Және де үстіне ұнымызды қосып, ең алдымен осы венчикпен араластырдым, кейін қолмен жақсылап қамыр елеп шығарамыз. Мінекей бізде қамыр дайын болды. Енді жылы жерге бетін жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз ашылды, жақсы көтерілді. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп жаятын боламыз. Сіздерге қалай ыңғайлы солай жаюға да болады, 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Енді осыны жаямыз, шамамен 5 мм-дей қалыңдықта болуы қажет. Осындай дөңгелек темірдің көмегімен кесіп алатын боламыз. Енді осы кесіп алған бөліктерімізді ыдысымызға салып, пищевой пленкамен бетін жауып, қайттан қойып қоямыз. Бізде тағы да көтерілуі қажет. Екінші қамырымызды да дәл солай жайып алатын боламыз. Міне біздің бірінші қамырымыз жақсы көтеріліпті. Мінекей қалыңдықта, осындай қалыңдықта болуы қажет. Ортасын осындай насадканың көмегімен өстіп кесіп аламыз. Енді қызып тұрған майымызда пончиктерімізді пісіріп аламыз. Міндетті түрде майымыз қызып тұруы қажет, және де біздің пончиктеріміз майымызға батып тұруы қажет. Мінекей барлығын осылай қағаз сүлгінің үстіне майын сорғытатын боламыз. Мінекей біздің пончиктеріміз пісіп шықты. Осындай мінекей қалыңдықта болуы қажет. Өте әдемі болып пісті. Енді суығаннан кейін осындай шоколадный ганашқа аударатын боламыз. Ең алдымен шоколадымызбен сары майымызды ертіп алатын боламыз. Мінекей осылай салып пончиктерімізді әсемдейтін боламыз. Үстіне өз қалауларынша конфетик сепуге де болады. Болмаса сгушонкамен әсемдеуге де болады. Орехпен өз қалауларынша жасайсыздар. Мен осындай конфетик септім. Және де 3 түрлі шоколадқа аунаттым. Екінші түріне мен кішкене ғана қызыл краска қостым, розовый болу үшін. Осындай ақ шоколадқа қостым. Мінекей осындай әдемі болып шықты. Үшінші түрін мен қара шоколадқа ұнаттым. Және де бетін өз қалаларынша сәндейтін боласыздар. Мінекей біздің шоколадты пончиктеріміз дайын болды. Өте дәмді, сондай керемет. Және де қонаққа ұсынсаңыздар да өте әдемі болатын болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Маған жолдасыма осы пончиктер өте қатты ұнайды. Сондықтан бізде көп жасалады. Өте керемет, сондай жұмсақ болып шығатын болады. Және де комментарий қалдырып, сіздерді жасап көріңіздер. Қандай да бір рецепт күтетін болсаңыздар, жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Келін Майра Құлан.